Неміс кәсіпкерлері Қазақстан экономикасына қаржы құюға ниетті. Қазақ еліндегі тұрақтылық пен қолайлы инвестициялық климат шетелдік инвесторларды қызықтырып отыр. Бұл туралы Берлинде өткен Қазақстан-Германия іскерлік кеңесінің 8-ші отырысында мәлім болды. Deutsche Bank пен Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі басшыларының қатысуымен өткен жиында қос елдің кәсіпкерлер 5 бағытта ынтымақтастықты арттыруға уағдаласты. Еуроодақта көшбасшы, ал әлемде 4-ші экономика саналатын Германия мен Қазақстан арасындағы сауда айналымы былтыр 6,2 миллиард еуро болды. Соңғы 3 жылда құны 4 миллиард еуро 72 келісімге қол қойылып, 700 миллион еуроға 12 инвестициялық жоба іске асырылған. Бәйтерек ұлттық холдингінің басшысы Қуандық Бишімбаев осы елдің инвесторларына президенттің 5 институционалды реформасын, соны жүзеге асыруға бағытталған 100 қадам бағдарламасын таныстырды. Қазақ еліндегі саяси тұрақтылыққа, қолайлы инвестициялық климатқа шетелдіктердің қызығушылығы басым. Химия саласында машина жасау, әсіресе класс компания, SSI компания Қазақстанға қызығушылығы, Қазақстанға инвестициясы қызығушылығын өте қатты білдіріп отыр. Соны біз талқылап, бір нәтижеге келетін боламыз. Біздің ойымыз бойынша келе жатқан айдарында, келе жатқан жылдарда біз германиялық компаниялармен жалпы алатын болсақ 1 миллиард долларға жуық жобаларды іске асыруға қол жеткіземіз деген ойдамыз. Неміс қазақ кәсіпорындарының біріккен жобалары бұдан да көбейетініне сенімдімін дейді Виктор Шпейзер. Кәсіпкердің қазақ елінде кәсібін домалатып отырғанына 25 жыл болыпты. Осы уақыт аралығында Маңғыстау облысында мұнайды қайта өңдеу кәсіпорнын, Алматы облысында газ турбиналық электр станциясын салыпты. Одан қыруар пайда көріп, енді елдің химия өнеркәсібіне инвестиция құйсам деп отыр. Наша цель, конечно, построить. Біздің ендігі мақсатымыз ірі химиялық кәсіпорын тұрғызу. Қазір Германияда біз хлор, күйдіргіш сода, күкірт қышқылын шығарумен айналысып жатырмыз. Павлодар, Ақтау қалаларында зауыт салып, осы тәжірибемізді енгізіп, Қазақстанның химия өнеркәсібін дамытуға үлесімізді қосқымыз келеді. Немістің көптеген компаниялары бүгінде Қазақстанда жемісті жұмыс істеп жатыр. Біз қазақ елінің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке қабылданатынына қуаныштымыз. Себебі мәртебелі ұйымға кіру арқылы кәсіпкерліктің көкжиегі кеңейеді. Екі ел кәсіпкерлерінің ынтымақтастығы артады. Шетелдіктер үшін Қазақстанға инвестиция салу мүмкіндігі молаяды. Жиын аясында Бәйтерек ұлттық холдингіне қарасты 10 еншілес кәсіпорын жетекшілері неміс кәсіпкерлермен екі жақты кездесулерді өткізді. Германия бизнесмендері ауыл шаруашылығына қажетті техниканы Қазақстанда жасап шығаруға ден қойып отыр. Тағы бірі тау-кен металлургия саласын, тоқыма өнеркәсібін өркендетуге ниетті. Нақты келісімдерге Астанада қол қойылуы бек мүмкін. Өйткені Германияның вице-канцлері, әрі елдің экономика және энергетика министрі Зигмар Габриэль 14 шілдеде Қазақстанға ресми сапарлайды. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Берлин, Германия.